Санақ бойынша елорданың сол жағалауында тұратын 5 пен 15 жас аралығындағы балалардың саны 48 мыңның шамасында. Ал оларға арналған ойын-сауық орталықтарынан бөлек білімді жетілдіру орталықтары, кітапхана жоқтың қасиет. Биыл осы мәселе шешімін тауып, Ұлттық академиялық кітапхананың бастамасымен балалар кітапханасы ашылды. Онда 10 мың дана отандық және шетел әдебиеті мен көркем шығармалар, газет-журналдар мен электронды оқулықтар бар. Балалардың зейіні мен білімін дамыту үшін зияткерлік топтар мен рухани бөлімдер де арнайы әзірленген. Бүлдіршіндерге арналған бөлімі ойын зал деп аталады. Біз балаларға дифференциалды тәсілмен 4-тен 7 жас аралығындағы балаларға ойын зал және 7 жастан 11 жас аралығында шығармашылық залы деп бөліп қойдық. Ертегілер топтамалары бар. Қазақ тілінде, орыс тілінде, шетел тілдеріндегі барлық ертегілер жинақталған. Және бізде осы латын әліпбиіне қатысты біз электрондық видео бейне жазба жүргізіп қойдық. Әрбір әріпке балаларды танысу үшін. Мобильді кітапхана дегеніміз біздің мына балалар әдебиетіндегі біздің белгілі жазушылардың, ақындарымыздың кітаптарын QR-код, яғни құпия таңба арқылы таңбаны сканерлегеннен кейін бірнеше секундтардан кейін кітаптың толық электронды нұсқасы шығады. Келесі бөлме бізде үйге кітап беретін бөлім. Өздері таңдап бізге кітапханашыға көрсетеді де және үйге 15 күнге алып кете алады. Ал кітапхананың түпкі бөлмелерінде 12-15 жас аралығындағы оқырмандарға арналған оқу залы, тақырыптық кітап көрмесі жасалған. Сонымен қатар мультимедиалық сынып та қарастырылған. Бұл жерде балалар құрастыру бөлшектерімен жұмыс істейді. Интернеттен қажетті ақпарат іздеуге де мүмкіндік бар. Балалар үшін бірнеше жоба әзірлеп отырмыз. Оның ішінде көптеген үйірмелер бар. Тіл үйрену үйірмелесі бар, қуыршақ театрының үйірмесі бар, құммен сурет салу, яғни арт-терапия, ертегі терапия, ата-әжелер институты бар, белгілі қаламгерлер, ата-әжелеріміз, жаңа өнерпаз ата-әжелеріміз келіп, балалармен әңгіме, ертегілер оқып, соны талқылап, балалардың ой өрісіне бір рухани тәрбие беретіндей тәрбиелік мәні бар әңгіме жүргізеді. Мен балалар кітапханасынан алған әсерім өте керемет. Балалар кітапханасында түрлі түсті безендірілген кітаптар бар. Сол жерден біз қандай кітаптарды алғымыз келген кітапты біз таба аламыз. Сондай-ақ балалар кітапханасында түрлі үйірмелер өтіп жатыр. Мен достарымды осы балалар кітапханасына шақырамын. Білімімізді жетілдірейік, кітаппен дос болайық. Кітапхананың ашылғанына көп болмаса да келушілердің саны күн санап артып келеді. Демалыссыз жұмыс істейтін орталыққа тіркелу үшін балаңыздың туу туралы куәлігі мен төлқұжатыңызды әкелсеңіз жеткілікті. Ал кітапты үйге алып кетер болсаңыз, мекенжай анықтамасын міндетті түрде тіркеуіңіз керек. Ең бастысы тегін әрі жылдам қызмет көрсетіледі.